Сәлеметсіңдер ме? Бүгін ЮНЕСКО бойынша 21 ақпан халықаралық ана тілі күні. Осыған орай біз кішігірім тест ұйымдастырып, американдық Денис Кенді шақырып отырмыз. Сәлем, Денис. Сәлем. Біз бірнеше қазақ тілде сөздер береміз, сөздердің мағынасын табу керек. Әр сөздің өзінде кішкентай сурет бар, сурет сол сөз табуға көмектеседі. Жақсы. Бірінші сөз сарқыт деп ойлайсың өзің. Сарқыт деген сөз білем. Дастарханнан беткенде бәрі қонақтарға сарқыт береді. Сарқыт деген тойдан кейін тамақ, сыйлық. Екінші сөз ойбай деген сөз. Жарайды, мен ойбай деген сөз білем. Ойбай, oh my god, солай. Дұрыс. Үшінші сөзіміз қазыспақ. Мен қазпақ деген сөз білмеймін. Сүттің көбігі, қазанға жабысқан тұнба, жұмыртқаның сарысы. Бұл сүтпен байланысты. Себебі болсында сүт бар, сүт бар. Мынау жұмыртқа, ол басқа. Мүмкін сүттің көбігі. Сөйтіп ойлайсың ба? Final answer. Жарайды, өкінішке орай жоқ. Қазыспақ деген қазанға жабысқан тұнба. Келесі сөзіміз төркін деген сөзі. Нағашылар, familiar, қайын жұрт, әрине білем, себебі менің өзім қайын жұртым бар, қайын жұртты жақсы көремін, ұзатылған қыздың ел-жұрты. Меніңше осы сөз туысқанмен байланысты. Of course, in Kazakh there are too many words connected to family. Yeah, Bajar, Kelin, to all these words, and it's really hard for me to remember all of them. Мүмкін менде түркін бар, бірақ... Бар. Бар, бірақ. Қандай оят, мен білмеймін. Иә? Иә, мүмкін сол саған көмек берді шығар. Ұзатылған қыздың ел-жұрты. Бірақ жалпы алғанда нағашылар деп те айтуға болады. Бірақ түркін жаңағы modern. Specific. Күшті екен, мен бүгін көп жаңа сөздер үйрендім. Қазпақ деген сөз берген жоқпын. Қазпақ деген сүттің ішінде бірдеңе, something that you find in milk. Kazakhs are really milk experts. Түркін деген сөз маған жаңа болды. Менде түркін бар. Менің әйелімнің отбасы. Мен түркінімді жақсы көремін. Ойбай, сарқыт деген сөздер білгенмін. Рахмет, Денис, келгеніңе, қатысқаныңа көп рахмет. Жаңа сөздерді үйрендік, соған байланысты бізде осындай кішкене сыйлығымыз. Бұл саған футболка. Керемет, сендерге рахмет. Мен бүгін көп жаңа сөздер үйрендім. Бүгін ана тілі мейрам. Сонда ана тілі мейрамыңыздар мен. Құтты болсын. Құтты болсын.